Баршаңызға сәлем, сіздермен Анаргүл. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен хит болып жатқан осындай керемет салаттың рецептімен бөлісемін. Ешқандай пісіруді қажет етпейтін, оп-оңай әзірленетін, әрі барлығыңыздың көңіліңізден шығатын хит салаттың рецебін қабыл алыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай аңшы шұжығымызды, яғни орысша айтқанда охотничьи сосискімізді жақсылап ұзынша етіп осылай видеодағыдай турап аламыз. Сосын 2 помидорымызды үлкендеу етіп турайтын боламыз. Негізі бұл салатқа черри деген помидорды пайдалансаңыздар өте керемет. Менде ол болмағандықтан осындай помидорды қызанақты үлкендеу бөліктерге бөліп қостым. Содан соң бізге сыр керек болады. Сырымызды да 4 бұрышты немесе ромбик тәрізді етіп, ірі етіп тураймыз. Бұл жерде сырымыз міндетті түрде қатты сыр болуы тиіс. Келесі кезекте біз осындай майда-майда қиярымызды, яғни корнишон дейтін осындай қиярларымызды 2 бөлікке бөліп қосамыз. Егер өте майда болатын болса, бүтіндей қоссаңыздар да болады. Салат жапырақтарымызды да мен осылай қолмен бөліп алдым. Сол кезде өте әдемі, оригинальный көрінеді. Майонезімізді салдым. Майонез бізде 1 қасық, 2 қасықтай кетті. Көп салуға кеңес бермеймін. Жақсылап араластырып аламыз. Бетін әсемдеуге бізге чечил деген сыр, осындай ірімшік керек болады. Ол жақсы бір-бірінен ажырау үшін ең алдымен 5-10 минутқа ыстық суға салып қоямыз. Содан соң барып осылай ашсаңыздар, өте тез жылдам бір-бірінен ажырайтын болады. Салатымыздың бетіне әдемілеп, әсемдеп қоямыз. Болды, мінекей біздің өте дәмді әрі ерекше салатымыз дайын. Биылғы жылдың хит салаты деп айтсам қателеспеймін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл.